Видео түсірген екен. Балам 1 жасқа толғаннан кейін Стамбулда мешітте отырып, сол видеода жылап, мынандай сөздер айтты да. Маған да қиын болды, мен қиналдым, маған да қиын болды. Білмеймін енді, мен бүйтіп қарадым да, саған қалай қиын болды деп сұрадым. Ұйқыңды 4 бөліп түні бойы сен тұрасың ба? Бұл баланы 9 ай бойы көтерген сен ба? Бұл баланы жыртылып босанған сен ба? Бұл баланы асырайым деп тентіреп жүрген сен ба? Бұл баланың болашағы болсын деп анда-мында енді табыс тауып депозитқа салып жүрген сен ба? Бұл баланы азаннан кешке дейін қарап жатқан сен ба? Бұл бала жылаған кезде, ауырған кезде қасында болған сен ба? Қалай қиын болды саған? Сенің өмірің қалай болды, солай болып қалды. Сен бір қарабасында, сол бір қарабасын сүйрелеп жүрсің. Қалай қиын болды? Мен андай түсінбеймін ше, сондай. Просто сол моментте түсінікті қалай адам ұялмай сонда зат айтады. Мен түсінем, ол менің есігім алдына келіп, сол жерде отырып, жылап, сен маған көрсетпейсің, міне сыйлық, міне подгузник, міне барлығы. Мен беріп жатырмын, неге сен сондай қатыгезсің, неге көрсетпейсің деп нетіп атса, или маған жарайды келмей звондап, мазаны алып атса, баланы көрсетіп, мен андай бір оңбаған әйелдер болып, жоғал деп нетіп атсаңшы, басқа әңгіме еді. Бірақ дұрыс емес, неге қиын болды, мен түсінбедім. Мен просто сол видеоны қарадым да, анандай іштей ойладым, қалай адам өз қарабасын алып шығу үшін әртүрлі қадамдарға барады екен дедім да. Болды. Жалпы осы 1 жылдың ішінде әртүрлі ситуациялар болды ондай. Дәл сол сәтте осы нүкте деген шешімге келген шығармыз. Сол себептен мен баланы босануға семейге қаласына кеттім. Бірақ негізі андай мен кеттім деп айтқанда дұрыс емес шығар. Шындығында сол үлкен түсініспеушіліктен кейін үйдегі адамдар кетіп қалды. Мен 9-шы айда үйде жалғыз қалдым. Одан кейін әке-шешем маған уайымдағандықтан, қазір әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Аяқ асты сен суың кетіп қалса, қасында ешкім жоқ. Сен уайымдап, енді срогынан ертерек босанып қалсаң, қасында ешкім жоқ. Солай болып қалса, сен қазір үйде жалғыз болсан, онда киімді жинады, пока что басын сау, аман болып тұрған кезде үйге жетіп ал деді. Әрине. Сол себептен мен семейге кеттім, бірақ та артынан бұл әңгіме мүлдем басқаша айтылды. Жарайды енді мейлі. Сөйтіп сен семейге кетіп қалдың. Сол жақта босандың. Иә. Аман есен. Қалай босану қалай өтті? Ой, еске алғым келмейді деп. Оңай болған жоқ, әрине. Оңай болған жоқ, және де сен елестеткенің мүлдем басқаша ғой. Енді мен 9 ай бойы негізі мүлдем басқа картинаның басында ұстадым. Ол адамға 1000 рет айтқан едім, қасымда боласың, партнер болып кіресің деп, андай бір қолдау іздейсің ғой сол сәтте. Бірақ Аллаға шүкір, менің қолдаушым болып анам кірді, 1000 алғыс анама. Мені де шыдамсыз болып айғайлап жатқан кезде де кейбір сәтте мені қолдап, болды жарайды шыда деп, кейбір кезде аналық ұрсып маған, қой дедім саған деп, әйтеуір бір қызық болған, оңай болған жоқ. 18 сағат толғақ болды менде. Және де менің қаным сүйік болғандықтан, маған эпидуралка салуға болмайды деді. 18 сағат бойы бұның барлығын тірідей сезініп шықтым деп айтсам бола ма? 18 сағат толғақтан кейін 15 минуттай бір жоқ болып кеткендей болдым. Білесің ба, сені роддомнан шығарған кезде баланы орайды, дайындайды, сосын есіктен шыққан кезде врач баланы алып шығады. Сен бөлек келесің. Сол сәтте ол есікті ашады да, баланы бүйтіп алып шығады да, адамдарға бүйтіп созады. Және бұл баланы алатын адам жоқ қой. Аяғым астындағы жер жоқ болып кеткендей болды, андай. Түсіндіре алмаймын, өте қиын. Сол сәтте ең қатты соққы маған сол болған шығар. Аллаға шүкір, төменнен әкем бірден көтеріліп, баланы қарсы алды. Бірақ та сол күні жылап шықтым. Сол сәтте жылап шықтым. Анда видеода көзім жасаурап тұрған сәттердің барлығын кесіп таста деп айтқанмын блографқа. Суретке түскен кезде әрең тұрдым, қол аяғым дірілдеп. Үйге барғаннан кейін ваннаға кіріп бір жыладым. Бөлменің есігін жауып бір жыладым. Қиын болды рас. Оңай емес. Баламен жалғыз қалу оңай емес. Тіпті сен жалғыз қалу емес, жалғыз қалмаған қыздарға да қиын.